Әлем күн сайын өзгеруде. 2 ғасыр бұрын өнеркәсіп қарқынды түрде дамый бастаған болса, ал 21 ғасырда ақпараттық технологиялар мен цифрландырудың жандану кезеңі деп айтуға болады. Полиция қызметі де модернизациялаудан қалыс қалған жоқ. Бүгінгі таңда цифрлық технологиялар құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін де, қылмыстарды жедел ашу үшін де белсенді қолданылуда. Ішкі істер органдарының жұмысына енгізіліп жатқан заманауи құрылғылар мен Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары танысты. Елорданың жедел басқару орталығында Ішкі істер министрлігі басшылығы мен қоғамдық қауіпсіздікті күшейту мәселесі талқыланды. Основными целями концепции определены защита жизни, здоровья и имущества граждан. Халық қалаулылары ең алдымен халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес келетін, қоғамның нақты сұраныстарын ескеретін, қоғаммен серіктестікте қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұжырымдамасының жобасымен танысты. Тұжырымдаманың басты ерекшелігі оны әзірлеу тәсілдерінің өзгеруі. Бұл жұмысқа бірінші кезеңнен бастап жұртшылық, үкіметтік емес ұйымдар, тәуелсіз сарапшылар, халықаралық ұйымдар, ғылыми қоғамдастық, сондай-ақ мүдделі мемлекеттік органдар қатысатын болады. Депутаттарға жол жүрісі қағидаларын қасақана бұзушыларды анықтауға арналған қорғау жүйесінің ерекшеліктері туралы айтылды. Бағдарлама көше камераларының деректерін талдай отырып, жақын маңдағы полицейдің планшетіне қауіпті жүргізушінің оған жақындаған туралы сигнал береді. Қорғау жүйесінің көмегімен 18 мыңға жуық автокөлік айыппұл тұрағына қамалды. Жалған нөмірлерді пайдаланудың 909 фактісі анықталды. Басқару құқығы жоқ немесе бұрын жүргізу құқығынан айырылған 3 мыңнан астам жүргізуші ұсталды. Қонақтарға полицейлердің бейне тіркегіштері де көрсетілді. Жоба цифрлық полицей деп аталады. Құрылғы жағдайды нақты уақыт режимінде көрсетіп, бейнені басшылықтың және тексеруші қызметкерлердің жұмыс орнына шығарады. Видео жазбаларды өшіруге, орналасқан жерді жасыруға мүмкіндік жоқ. Меня с ними при разговоре с гражданином мы можем видеть, если он что-то ему предлагает, или он не отключается, он не может изменить, он не выгружает, он только вот здесь операторы вот. Сенат өкілдеріне жедел басқару орталығы мен полицияның кезекші бөлімдеріне шығарылған қоғамдық орындардағы, сондай-ақ мектептердегі бейне камералар мен дабыл батырмалар туралы ақпарат берілді. Видеокамера, которая может задействоваться как простая видеокамера, так и для видеосвязи с пострадавшим динамик и кнопка экстренного вызова. Елімізде 7 мыңнан астам мектеп бар. Бұл білім ошақтарында 162 мың бейне камера орнатылған. Оның ішінде 3593 оқу орны жедел басқару орталықтарына және кезекші бөлімдерге қосылған. Республика бойынша 174 СОС түймесі жұмыс істейді. Ішкі істер органдарында цифрландыру бойынша жалпы жүргізіліп жатқан жұмыс туралы мағлұмат берілді. Қызмет бөлмелері мен жеке кабинеттерде, қылмыстық атқару жүйесі ғимараттарында орнатылған камералар, сондай-ақ есепте тұрғандарды қадағалауға мүмкіндік беретін электронды браслеттер туралы да айтылды. Одан бөлек қонақтарға Ішкі істер министрлігінде құрылған жағдаяттық талдау орталығының жұмысы жайында түсіндірілді. Ол жедел жағдайды талдап, өңірлердегі құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды бақылауға және олардың алдын алуға мүмкіндік береді. Сенаторлар өз сұрақтарына толық жауап ала алды. Кездесу соңында олар ішкі істер органдарымен жүргізіліп жатқан жұмысқа оң баға берді. Қатар жұмыстар атқарылған, жалпы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, әсіресе мынау полицияның сервисі моделін енгізу бойынша бірінші жыл емес жұмыс жүріп жатыр. Ол бір мәселе. Одан кейінгі оның іске атқарылу барысындағы үкімет тарапынан жасалынатын нәрсе. Соның ішіндегі тікелей құзырлы орган ішкі істер министрлігінің осы жұмыстарын тікелей атқарылған жұмысын көру бойынша келдік. Бұл бірінші келіп отқанымыз емес. Бұл жолға ерекшелігі жиналыс түрінде емес, басқа түрінде емес, атқарылған жұмысты тікелей көру.